анықтамасынан көретіндеріңіз. Қарасай ауданына қарасты Асыл-Арман ықшам ауданын қазіргі таңда 20 мыңға жуық тұрғын мекендейді. Сәні мен салтанаты келіскен тұрғын үй кешенінде қандай түйткілді мәселелер бар? Кішкентай асыл-армандықтардың арманы не? Қаскелең қаласында орналасқан Сүлеймен Демирель университеті қазақстандық жоғарғы оқу орындары арасында МИСТИ оқыту бағдарламасын енгізген жалғыз оқу орны. Қазіргі таңда мұнда шетелден білікті менторлар келіп, студенттерге тегін дәріс беруде. Биыл Қарасай ауданының құрылғанына 90 жыл. Мерейтойды атап өтуге арналған салтанатты шаралар легі жыл басынан басталып кетті. Осыған орай бүгін қарасайлық жас шахматшылар аудан әкімінің кубогы үшін сайысқа түсті. Жастар жылының ашылу салтанатында елбасы жастарға болашақ жар таңдаудың да маңызды мәселе екенін атап айтты. Осыған орай қарасайлық азаматтардың бұл жөнінде не ойлайтынын сұрап көрдік. Бұл ауданымызға қарасты 20 мыңға жуық адам мекендейтін Асыл-Арман тұрғын үй кешені. Мұнда сырт көзге бәрі жақсы болып көрінгенмен жергілікті жұртшылықты алаңдататын проблемалар да бар. Баспаналы болсам деген арманның жетегіндегі талай отбасы осы жерден пәтер алып қуанышқа кенелген. Тұрғын үй кешенінде тұрмысқа қажетті нәрсенің бәрі бар. Дүкендер, сән салондары, дәріхана, жекеменшік балабақша, бірнеше банкомат, ойын алаңдары да қарастырылған. Тіпті жуырда полиция бөлімшесі мен медициналық пункт те ашылған. Асыл-армандықтардың арманы жоқ дерсің. Алайда үлкенді де, кішіні де алаңдатып отырған мектеп мәселесі. Тұрғындар балаларымыз көрші ауылдардың мектебіне барып оқиды дейді. Көбісі Кемертоған орта мектебінде білім алады екен. Күнделікті 2 ауысымда балаларды арнайы ұйымдастырылған автобус мектепке алып кетіп, қайта алып келеді. Бірақ оның өзінде оқушылар көлікке аузы мұрны толғанша таласа мініп қысылып тұрады. Симағандары екінші рейске қалады. Ал ата-аналар болса балаларының қауіпсіздігіне алаңдайды. Қазір автобус келген кезде көріңіздер қандай болатын. Автобустың астына түсіп көзілдейді. Айқайлап тұрамыз осы жерге. Жүгірмеңдер деп. Қиын ғой, бір күні болмаса бір күні түсіп кетсе кім жауап береді бұларға? Бұлардың баланың аты бала қанша айтқанмен. Бізге осы жерге мектеп түсіп берсе жақсы болды. Вот жительдерге барына просьба ке. Әрине мектеп керек қой. Жоқ енді биыл организовать етеміз деп әлі Шымкент бастаған жоқ қой. Оқушылар да бұлай білім алудан шаршаған. Тезірек мектеп салынғанын қалайды екен. Осы Асыл-Арманда мектеп салынғанын қалаймын. Біз сабаққа барған кезде автобусқа жарты балалар қысылып барамай қалады. Содан соң такси жалдайды. Таксиге ақша керек болады. Мектеп жоқ. Автобуста өте кең болып көрінгенімен, ішіне осы біздің мектептегі Асыл-Армандар көп. Сондықтан да біздің балалар симайды. Біз кейде автобуста мінеміз, түгізе мінейін десек қысылсамыз. Жердің бәрі батпақ болады. Және кейде автобустар сынып, біз далада суықты күтіп отырамыз. Аяғымыздан сызылып кетіп жаурап, құлағымыз ауырып қалады. Және біз 2 орындыққа 4 адамнан отырамыз, немесе 3-тен отырамыз. Біз жақыннан мектеп салғанын қалаймыз. Осы орайда біз ауданымыздың білім беру саласына тікелей жауапты білім бөліміне хабарласып, Асыл-Арманда мектеп қашан салынады деген сауал жолдадық. Аталған мекеме басшысының орынбасары Әсет Төленұлымен телефон арқылы сөйлесіп, мән-жайды білгіміз келген еді. Алайда ол біз мектеп салмаймыз, сұхбатты әлдекімдердің рұқсатымен ғана береміз деді. Бұл мәселені жергілікті әкімдіктен сұрағаныңыз дұрыс болады деп қысқа қайырды. Білім бөлімінің берген бағытымен осы сауалды Іргелі ауылдық округ әкімдігіне қойдық. Көтерген мәселемізге қатысты әкімнің орынбасары Ескендір Екеубек телефон арқылы жауап берді. Іргелі ауылдық округіне қарасты Асыл-Арман тұрғын үй кешеніне мектеп салу мәселесі бойынша тұрғын үй кешенінің солтүстік жағында мектеп құрылысына түсетін жер телімдерін мемлекеттік мұқтаж үшін сатып алу туралы қаулысы қабылданды. Жалпы жер көлемі 6,55 гектар 2 жер теліміне бағалық құнын анықтау жұмыстары жүргізіліп, жер телімдерін сатып алуға 93 миллион 839 мың теңге қаражат бөлінді. Аталған жер телімдеріне 1200 орындық мектеп және 300 орындық балабақша құрылысын жүргізу жоспарлануда. Қазіргі уақытта жер иесімен келіссөздер жүргізілуде. Шенеуніктің сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта мектеп салу үшін жер телімі меншік иесінен сатып алынып, құжаттары рәсімделіп жатқан көрінеді. Дегенмен мектеп қашан салынатыны әлі белгісіз. Сол себепті бюджеттен біраз қаражат бөлініп, балақайлардың мектепке тасымалдануына жағдай жасалған. Асыл-Арман тұрғын үй кешенінің балалары Кемертоған орта мектебінде білім алуда. Мектептің қашықта орналасуына байланысты оқушыларды тасымалдау ұйымдастырылған. Бұл бағытта мемлекет тарапынан 18 миллион 36 мың теңге қаражат бөлініп, жалпы саны 1260 оқушы тасымалдауда. Оның ішінде 580 бала Асыл-Арман тұрғын үй кешенінен. Бұл ықшам ауданның оқушыларына арнап білім ордасын салу бойынша алғашқы қадамдар жасалды. Көрінген таудың алыстығы жоқ демекші, Асыл-Армандықтардың арманы орындалып, жақын арада жаңа мектеп бой көтереді деген сенімдеміз.
Сүлейман Демирел университеті Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының арасында миссия оқыту бағдарламасын енгізген жалғыз университет. Қазіргі таңда мұнда әлемнің танымал жоғарғы оқу орындарынан келген білікті мамандар студенттерге тегін дәріс беруде. Массачусетс технологиялық институты әлемдегі атақты университеттердің алғашқы бестігіне кіреді. Мұндағы робототехника және жасанды интеллект секторлары, ақпараттық технология, физика, химия және математика салаларын оқыту жүйелері елдегі ең таңдаулы болып саналады. Бұдан бөлек ол менеджмент, экономика, лингвистика, саяси ғылымдар және философия салаларын оқытумен танымал. Сондықтан да осы университеттің білім бағдарламасына сай өтіп жатқан шеберлік сағаттары мен оқу-жаттығу курстарына қатысушылар үлкен қызығушылық танытуда. Қазақстандық студенттерді оқытуға мұхит асып келгендердің бірі МИТ магистрі Каролин Холлс. Ол заманауи дизайнның негіздері бойынша дәріс беруде. Қазақстанға алғаш келген шетелдік бойжеткен осындағы студенттермен тез тіл табысып кеткендігін айтып, өзі жайлы да әңгімелеп берді. Қазақстанға мен жасөспірімдер бағдарламасы арқылы студенттерді оқытуға келдім. Мен Нидерландта соңғы 2 жылда осындай бағдарламаларды жасадым. Сондай-ақ Мексикада Global Startup Lab'та сабақ бердім. Мен әрдайым тәрбиеші болуға мүдделі едім. Сондықтан мен келе алмайтын Қазақстанға бару үшін жақсы мүмкіндік болды. Бұл жердің адамдары өте ашық және қонақжай екен. Барған жерімізде әрдайым қасымызда көмектесіп жүретін адамдар болды. Шақырған жерге баруға тырыстық. Көбісі біз үшін дәстүрлі тамақ дайындауға тырысты. Ет әрине жиі кездеседі. Бәрі өте дәмді болды. Қазақстанда өткізген уақытыма өте ризамын. Ал монголиялық Туксум Алайбатар МИТ-тің 4-ші курс студенті екен. Жастық жалыны мен бар жиған білімінің арқасында ел аралап, алаңсыз тәжірибе алмасып жүргеніне қуанышты жас жігітте қазақ халқының қонақжайлығына риза. Машиналық оқытуға кіріспе бойынша дәріс оқитын оған алып мегаполис Алматының көрікті жерлері де ерекше әсер қалдырғандай. Бағдар аясында Қазақстанға уақытша сабақ беруге келдім. Мен Қазақстанды таңдадым, себебі Қазақстанның мәдениеті жайлы көптеген жақсы пікірлер естідім. Сонымен қатар бұл жердің тілін зерттеу мен үшін қызық болды. Менің туып өскен жерім Монғолия. Қазақстан мен Монғолия арасында көптеген мәдени ұқсастықтарды байқадым. Мен сабақ беретін сыныптар туралы айтатын болсам, студенттердің талпыныстары жақсы. Біз шымбұлаққа шығып, сноуборд теуіп, медеуге де барып сырғанап үлгердік. Бәрі керемет болды. Бұл жерде өткізген уақытымнан ләззат алдым. Қазіргі уақытта білім беру курстары 2 санат бойынша жүргізілуде. Біріншісі Сүлеймен Демирел университетінің базасында алматылық жоғарғы оқу орындарының студенттері үшін, екіншісі Қазақстанның өзге өңірлерінің тыңдаушыларына арналған онлайн сабақтар. Онлайн курстарға қатысушылар арасында студенттермен қатар мектеп оқушылары, білім беру мекемелерінің мұғалімдері де бар көрінеді. Жалпы оқыту бағдарламасы 50-ден астам тыңдаушыны қамтиды. Жобаның жетекшісі Мерарслан Мералиевтің айтуынша, дәрістердің өзіндік артықшылықтары да аз емес. Мистип бағдарламасы бойынша бізге 2 студент келіп тұр. Ол Каролин мен Туксу. Солар бізде тек қана сабақтар емес, олар тағы да MIT Talks деген бағдарламасы болып жатыр. Ол жерде олар өзінің индустрия тәжірибесімен бөлісіп, кейбір интервьюдағы сұрақтарды түсіндіріп жатыр. Қалай жауап беру керек, қандай сұрақтар келуі мүмкін, осындай мәселелер. Студенттерге ол өте қызық, олар пайдалы деп ойлап жатыр да. Көбісі тағы да одан да қиын сұрақтарды сұрап жатыр. Ол аптасына 2 рет болып жатыр. Өз кезектерінде курстарға қатысып жүрген студенттерде сабақтардың өте қызықты өтетіндігін алға тартып, алғашқы күннен алған әсерлерімен бөлісуде. Осы курс маған өте қатты ұнайды, себебі Америкадан келген мұғалімдеріміз көптеген нәрсені бізге үйретеді. Әсіресе біз өтпеген нәрселерімізді және дүниелерімізді бәрін айтып шығып, әр сұрағымызға дайын жауап бере алады. Мен сол мүмкіншілік үшін университетке өте үлкен рахмет айтамын. Толықтай ағылшын тілінде өтетін курстар аяқталғаннан кейін тыңдаушыларға сертификаттар беріледі. Елбасының туған жері Қарасай ауданына биыл 90 жыл толып отыр. Аталған мерейтойға арналған салтанатты шаралар легі ауданымызда басталып кетті. Бүгін Қаскелең қаласындағы Абай атындағы орта мектеп гимназиясының базасында қарасайлық жас шахматшылар аудан әкімінің кубогы үшін сайысқа түсті. Аудан әкімдігінің қолдауымен Белая ладья шахмат дойбы және тоғызқұмалақ клубы ұйымдастырған жарыс мектеп оқушыларына арналды. Ондағы мақсат қарасайлық жасөспірімдер арасында шахматқа деген қызығушылықты оятып, ойынға деген шеберліктерін шыңдау, салауатты өмір салтын насихаттау. Бір айта кетерлігі, бастаманы көтеріп отырған Белая ладья клубы 2 жылдан бері осы Абай мектеп гимназиясында арнайы үйірме ашқан. Онда бүгінде 4 топта 15 баладан тұрақты қатысып, түрлі сайыстарда жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Қазіргі таңда клуб өзге де елді мекендерді қамту үстінде. Сол себепті ұйымдастырушылар сайыстың пайдалы әрі
нәтижелі болатынына сенімді. Данный турнир проводится для того, чтобы повысить квалификацию игроков города Каскелена и Карасайского района учащихся, а также популяризация данного вида спорта и для того, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни. Турнир будет проходить по правилам ФИДЕ, система швейцарская, в 5 туров. Рапид каждому игроку по 20 минут до конца шахматной партии. Жеңіске деген құлшынысы зор жасөспірімдер жарыс басталысымен бірден бәсеке алаңына жайғасып, кіл күштіден кім күштіні анықтауға кірісіп кетті. Әсіресе бір команда болып, біліктіліктері мен білімдерін біріктіріп келген жас шахматшылар жарқыраған аудан әкімінің кубогын алып, жүлделі орындарға арналған медальдарды мақтана тағып қайтуға мүдделі. Бірнеше сағатқа созылған бәсекеде қателікке ұрынбай, қарсыластарына шаң қаптырған жеңімпаздардың мерейі өсті. Жеңіс торынан көрінгендерге арнайы грамоталар мен жетекшілеріне алғыс хат тапсырылды. Атап айтқанда, бірінші орында Шамалған бекетінен келген жас шахматшылар, екінші орында Абай мектеп гимназиясының командасы, ал үшінші орында Мәншүк Мәметов атындағы орта мектеп жасөспірімдері жеңіп алды. Ал жалпы қатысушылардың барлығына турнирге демеуші болған Апорт молының атынан осында орналасқан Гавай аквабағына тегін билет сыйға тартылды. Клуб басшылығы осындай турнирді жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. 23 қаңтарда елордадағы Нұр Әлем көрме кешенінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен жастар жылының ашылу рәсімі өтті. Еліміздегі белсенді жастар бас қосқан тәуелсіздіктің ұрпақтары деп аталатын салтанатты шарада елбасы жиналғандарды құттықтап, бірқатар ақыл кеңестерін берді. Солардың бірі жар таңдау мәселесіне қатысты болды. Қараңдар, оқып отырсаң, ана неде Кореяда қазір косметика хирургия деген бар, косметический хирургия. Адамның тұла бойын, бетін адам танымайтын өзгертіп жібереді. Соның үйленгеннен кейін баласы анасына ұқсамайды дейді. Потому что кезінде басқаша болған ғой. Үйленер кезде баяғы суретіңді әкелші деп көрсетіп айтады дейді. Байқаңдар жігіттер, қызды жуып шай. Смех, но это очень серьезный вопрос. Осыған орай біз қарасайлықтардан болашақ өмірлік серігін тыңдауға қатысты пікірлерін сұраған едік. Бірінші орында ішкі жан дүниесі ғой, мінезі құл. Мінезіне? Тәрбиесіне? Тәрбиесіне байланысты, әдептілігіне байланысты. Мінезіне қарайсың ғой, мінез құлқына, өзінің қасиеті, табиғи қасиетіне, шын ниетіне, көңіліне, соған қарай. Сол табиғи әдемі. Қызды мамам таңдайды, мамам таңдаған дұрыс. Бұрын қыздар ондай қазіргіде бояну деген болмайған ма ондай? Қазір қыздар боянады. Енді жүдә көп боянудың да қажеті жоқ қой негізі. Әрине, әдемі болған бізге жақсы. Жаңа